Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 15 минутта дайын болатын M&M's қосылған дәмді шоколадты печенье дайындайтын боламыз. Өте қарапайым және дәмді. Видеоның соңына дейін қараңыз. Бізге керекті ингредиенттер: 200 грамм ұн, 100 грамм қант, 100 грамм сары май, 1 жұмыртқа, разрыхлитель, ванилин, шымшым тұз және де M&M's конфеттері және какао керек болады. Ең алдымен ерітілген жұмсақ сары майымызға қант салып, жақсылап араластырамыз. Енді жұмыртқа мен ванилинді және де шымшым тұзды салып араластырамыз. Ситадан өткізілген ұнды және разрыхлительді салып, жұмсақ қамыр илейміз. Шоколадты печенье жасау үшін 1 ас қасық какаоны салып араластырамыз. Егер де шоколадсыз жасаймын десеңіздер, какао қоспай жасай берсеңіздер де болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Барлығын видеода көргендей жасасаңыздар болады. Осылай қолмен шариктер жасап, противеньге салатын боламыз. Печеньелерімізді осылай дайындап алып, бетіне M&M's конфеттерін қойып шығамыз. Печеньені 10-15 минутқа духовкаға жібереміз. Печеньелеріміз дайын болды. Печенье сырты жағынан қытырлақ, ішкі жағы жұмсақ болады. Өте қарапайым және тез дайындалады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.